Соңғы күндері ел ішінде ең көп талқыланған жаңалық қазақтың белгілі әзілкеші, жүргізуші, актер Тұрсынбек Қабатовтың басына ота жасатқаны. Тұрсынбек мырзаның айтуынша, бір күні өзін жайсыз сезініп тексерістен өтеді. Дәрігерлер оның миында тромб бар екенін анықтайды. Бұл қан ұйып тамырды Концерт көруге келіп отырсыздар ма, әлде бірдеңе білге келіп отырсыздар ма? Бірдеңе білгілеріңіз келіп отырған секілді ме? Бір жүздеріңізге қарасам, бір көтте бірдеңе айтайын деп тұрған секілді. Басыма операция жасатқам негізі. Ана тромб болып қалып, басым кришкасын алып тастап. Осы тұрғанда алдарыңызға жарты бас болып шығып тұрмын негізі. Расымен. Арасында бірдеңе қайталап кетсем түсінерсіздер. Бұл өмір мен өлім арасындағы күрес еді. Халықтың пікірлері. Осы жаңалық шыққаннан кейін әлеуметтік желіде түрлі пікірлер жазылды. Тұрсынбек ағамызға ұзақ ғұмыр тілейміз, аман болыңыз. Әзіліңізбен бізді күлдіріп жүрсіз, өзіңізді де күтіңіз. Мынаны естіп жүрегім ауырып кетті, денсаулығыңызға қараңыз. Алла шипасын берсін, әлі талай сахнада көрейік. Тұрсынбек Қабатов отадан кейін өзін жақсы сезініп жүргенін дәрігерлерге және жанкүйерлеріне алғысы шексіз екенін айтты. Денсаулық ең қымбат байлық, уақытында тексеріліңіздер, ағайын деп елге ескерту жасады. Бұл оқиға біз үнемі күліп көретін адамның да өмірінде күрделі сәттер болатынын, ал денсаулықты ешқашан кейінге қалдыруға болмайтынын дәлелдеді.